Сәлем достар, бүгін біз самса түйудің түрлерін көрсететін боламыз. Менде мынандай осындай слоеный қамыр, ол қамырын жасаудан бөлек видео салатын болам. Осылай қамырымызды домалақ қылып бөліктерге бөліп алғаннан кейін домалақ қылып жайып, мен сізге самса түйудің түрлерін көрсететін болам. Мінекей біріншісін көрсетіп жатырмын. Осылай пышақтың көмегімен кесіп аламыз. 4 жерінен ортасына салмасын қойып, бір-біріне жабыстыру арқылы розочка сияқты самсаның түрін түйетін боламын. Мінекей дайын. Келесі самсамыздың түрі ол бір-біріне жабыстыру арқылы төбе жағы үшбұрышты, ал төмен жағы домалақ сияқты болады. Яғни тандыр самсаның формасына ұқсайды. Мінекей осындай қылып түйдім. Үшінші түрі ол қазір салмасын салып алып, домалақ қылып жайып аласыздар обязательно қамырды. Бір-біріне жабыстырып аламыз осылай. Жартылай қайық сияқты болды. Енді осыны бүйтіп бері қарай қайырып, өріп шығамыз. Мінекей осындай түрі бар самсаның. Келесі бізде осылай бірінші үшбұрышты қылып бір-біріне жабыстырып алып, бірінен кейін біріне бұлай майыстырып жабыстыру арқылы, мінекей. Әдемі болып шықты қыздар, қараңыздар. Осындай самса түйудің түрі бар. Өте әдемі болып шығады. Келесі түрі үшбұрышты бізде. Үшбұрышты түрі өте оңай. Көп адам біледі деп ойлаймын. Бір-біріне жабыстыру арқылы осылай үшбұрышты түрін жасап шығардық. Төртінші түрі, ол үшін қамырыңыз төртбұрышты болу керек. Ішіне салмасын салып, бірінші қарама-қарсы жақтарын бір-біріне жабыстырып аламыз. Мінекей ромбик сияқты болады. Өстіп жабыстырып, осындай самсаның түрі шығады. Көрдіңіздер ма? Өте әдемі болып шықты. Менде барлық самсаның түрі осындай болды. Мындай төртбұрышты, үшбұрышты, қиғашынан былай жабыстырылған, мынандай жартылай, өріп стилімнен розочка, тандыр самса сияқты. Осындай түрлерін сіздерге ұсынып отырмын. Өте әдемі болып шықты. Піскенде де өте әдемі болып шығады. Сіздер үстіне украшениеге кунжут, мак, немесе черный перец сеусеңіздер болады. Мінекей піскен түрі. Қараңыздар, піскен кезде өте әдемі болып шықты. Менде осындай самсаларым. Жасап көріңіздер. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Ас болсын баршаңызға. Менің каналыма жазылып, лайк басып, колокольчикті басып кетіңіздер. Келесі видеом шыққан кезде бірінші болып көретін боласыздар. Баршаңызға рахмет.